Түнгі 11 болатын. Әдеттегідей компьютерде отқанмын. Қасымда бір шыны кофе тұрған стол бар. Біраз уақыт ВК-да отырып қалдым. Кофем таусылып қалған соң, салқын су ішейін, ұйқым ашылсын деп, ас бөлмеге қарай бардым. Бөлмеге кіре бергенде, біреу есіктің қоңырауын басқанын естідім. Түсінбестен бұл кім деп сұрадым. Ешкім жауап бермеді. Тағы да қоңырау. Есіктің глазогын барып қарадым. Сонда көргенім, менің есімнен мәңгіге қалып қойды. Беті қан-қан, көзі ішіне кіріп кеткен. Тісі үшкір. Мені есіктің арғы бетінен көріп тұрғандай жымиып тұрды. Қорыққанымнан есіктен әрі қаштым. Менің есікті ашпайтынымды біліп, тартпаны қайта-қайта тартты. Есікті жабуды ұмытыппын. Әшейін ілмешегін іліп қойғанмын. Бір сәтте есік ашылды. Дереу өз бөлмеме жүгірдім де есікті бекітіп тастадым. Сонда бар сөйлегенім. Сен кімсің? Не керек саған? Жауап қайтқан жоқ. Бар болғаны есікті тұрмалай берді. Бір сәтте ас бөлмеден ыдыстардың сынған дауысын естідім. Шкафтарды құлатып жатты. Ойыма бірден оның адам емес, бір үлкен нәрсе екені келді. Себебі адам бұндай дауыстар шығара алмайды. Сол кезде төменгі қабатта тұратын көршім кіріп келді. Не шулап жатсың деген сөзімен. Өзі ашулы адам еді. Бүкіл пәтердегі адамдар таниды. Кетіңіз, мұнда бірдеме бар, деп айтып үлгермедім. Қалай әлгі құбыжық ол кісіге шабуыл жасап кеткені. Көршімді бөлменің арғы бетінен бергі бетіне лақтырып жатты. Қиналған дауысын естіп, басым айналып есімнен танып қалдым. Оянсам ауруханада жатыр екенмін. Бөлмеге 2 полиция қызметкері келіп кірді. Менен тергеу алды. Әлгі кісіге не болғанын сұрасам, оның өмірден озғанын айтты. Ауруханадан шыққан соң, ол пәтерден басқа қалаға көшіп кеттім. Қазір жағдайым жақсы, тыныш, жайлы пәтерде тұрамын. Жаңа жұмысқа тұрып алдым. Тек сол күнді еске алғым келмейді.